Алдыңғы берген жауабы мен қазіргі жауабы сәйкес келмеді, қарама қайшылық анықталды. Бұл жағдайда куәгер қандай жауапқа тартылуы мүмкін? Енді мүмкін, ол қылмыстық жауапкершілікке тартылуға қылмыстық процесс 425 бабына сәйкес. Оны енді біз осы берген жауаптарының байланысты осы сот тергеуі аяқталған кезде, болмаса сот аяқталған кезде тиісті өтініш хат түсіруіміз керек. Сот өз тарапынан да оған шара қолданады деп ойлаймыз. То есть ее статус может поменяться? Свидетеля до подозреваемого. Утвердительно не заявлять, это возможно. А суд какие ее показания примет к сведению, на которые она укажет? Сот мен жауап бере алмаймын. Ол соттың құзыретінде. Бұл жерде тергеу бағана айтылды ғой, тергеу тарапынан жіберіліп қойған кейбір кемшіліктер. Егер сол бірінші 5 қазанда нақты айтылған, пышақ соғылған, қай жерден соғылған, анасының баламды өлтіріп жатыр деген егжей-тегжейін айтып берген. Қазір енді мен шок болдым дегені бізге күмән тудырады, себебі мен әдейі оқыдым ғой. Жоғары жақтағы, бір беттің жоғары жағындағы нақты айтылған жауаптарды қуаттайды да, екінші абзацтың кезінде шокқа түсіп қалады. Нұрбекова бір сұрақ қаруға қатысты. Нұрбекова бағана жауабында айтты, қаруға қатысты. Қаруды мен Шерзаттың қайтыс болған ағасы Нұрғанаттың қолынан көрдім. Егер іс материалынан зерттейтін болсаңыздар, бастапқыда мен қазірден де айта алмаймын, өйткені үстінен кейін ол сұрақ қойды. Бастапқыда ол жас бала алып шықты дейді. Менің әкемді жіберіңдер деп айтты. Яғни Шерзатты меңзеу. Сондықтан қазіргі таңда ол бір емес бірнеше рет өзінің берген жауабына басқаша жауап беріп жатыр. Ол бір жерде ғана емес, өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Қазақша жауап берген жоқ па? Біз көзін жеткіздік соттың. Барлық алтыма тергеу әрекеті болған осы Нұрбекова Эльмираға қатысты. Барлығында ол қазақ тілін таңдаған. Қазақ тілінде әп-әдемі жауап берілді. Ал бірінші өткендегі сотта ол орысша жауап берілді. Тағы бір куәгер бар, дана есімді қателеспесек. Бүгін сұрала ма түстен кейін? Куәгер емес. Куәгердің деген ол понятой. Куә. Ол осы кісіден кейін сұралады деп ойлаймыз. Есть еще один вопрос. На прошлом заседании мама Шерзата упоминала какого-то мужчину по имени Чика, который говорил всем остальным «делайте», и после этого началась драка. Можно узнать, кто это такой и вообще в целом? Бізге де белгісіз, себебі ол бағанағы айыпталушылардың арасында жоқ деп айтылды. Бірақ сол азаматтың айтуымен төбелес басталған дейді. Оны тергеу анықтау керек еді.